Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай арнайы форманы қажет етпейтін, әрі өте әдемі, дәмді болып шығатын восточный пирог дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Ендеше алдын ала бөлме температурасында осылай жұп-жұмсақ болып еріп тұрған сары майға бір жұмыртқа қосамыз және қант себеміз. Барлығын венчикпен немесе шаншықмен жақсылап араластырып аламыз. Соңында қаймақ қосамыз, толтырып бір ас қасық. Тағы да жақсылап араластырып, қопсытқыш сеуіп, аз-аздан бірнеше бөлікке бөле отырып, ұн қосатын боламыз. Барлық керек заттардың мөлшерін видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдырып кетем. Бірінші лопаткамен ары қарай қолыммен осылай иілеп, жұп-жұмсақ қамыр дайындап алатын боламын. Енді қамырды қапшыққа салып, жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоятын боламын. Енді дайын болған қамырды алып шығып, тоңазытқыштан дәл видеодағыдай дөңгелетіп жазып алыңыз. Қамырды тым қатты жұқа не қалың қылып жазып жібермеңіз. Барлығын толықтай жайып алған соң жан-жағын пышақпен осылай кесіп тастасаңыз болады. Өте қатты дөп-дөңгелек етіп кесу әрине міндетті емес. Қазір онсыз да біз бәлішімізді бірнеше бөліктерге бөліп пішін беретін боламыз. Енді осы күйінде пергамент қағазы төселген противеньге саламыз да дәл видеодағыдай бәлішіміздің жан-жағын бірнеше тілікшелерге бөліп шығатын боламыз. Видеодағыдай. Енді әрбір бөлікшені осылай қолымызбен бекітіп пішін беретін боламыз. Видеодағыдай қолыңызбен жақсылап бекітіп шығыңыз, себебі піскен кезде бір-бірінен ажырап, біздің бәлішіміздің түрі сондай әдемі болмай қалады. Мінекей видеодағыдай барлығын осылай әдемілеп, оп-оңай бекітіп шығамыз. Және жұмыртқаның сарысы мен сүтті араластырып, бәлішіміздің барлық жеріне, жаңағы бекіткен жеріне, ішіне жақсылап жағып шығатын боламыз. Енді бәлішіміздің әрбір бөлігіне дәл видеодағыдай грек жаңғағын қойып шығатын боламыз. Осы уақытта алдын ала міндетті түрде пешті қыздырып қойыңыздар. Барлық бөлігіне грек жаңғағын қойып шыққаннан кейін енді ұсақтап туралған өрік салатын боламыз. Дәл ортасына өрікті блендерден өткізіп алсаңыз да болады, немесе мен секілді ұсақ-ұсақ етіп турасаңыз да болады. Үстінен қант себеміз және де артылған грек жаңғағы болса ұсақтап осылай бәліштің үстінен сеуіп жіберсеңіз болады. Енді алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста өзіңіздің пешіңіздің ыңғайына қарай бәлішіңіз қызарғанша 30-35 минуттай пісіріп аласыз. Осымен біздің өте дәмді, әрі тойымды, әдемі болып шығатын шығыс бәлішіміз дайын. Сіздерге міндетті түрде дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Ұнаса лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.